өзі? Ей, қоясың ба? Жаным, барсың ба өзі? Жоғалтып алдық қой сізді. Кісін бәрі іздеп отыр ғой. Барсыз ба? Бармыз. Бәрі қайда стримға кірсем де, былай да бүкілі Тәуіржан сұрап жатыр. Жігітің қаяқта? Білмеймін дедім, таппай қалдым жігітім. Міне енді шықты ғой. Келіп тұр екен гүлмен. Все? Гүлмен. Пока біз кеттік енді. Кетші бар. Жүрген ойнап ойнадым жерге. Ойнайсың ба? Қалайсыңдар? В общем, кішкене әлі Қырғызстандамыз. Все, уже кішкене бір кезде қайту керек деп адамыз. Дәл қазір бұйырса бір жолға шығып кетеміз ба деп тұрық енді. Мына түр деген кетіп қалыпты енді. Негізі жай бір-ақ күн келгенбіз ғой по идее. В общем, кішкене түр кетіп қалды. Барып кішкене өзімізді келтіріп, ана біздің қызбен бір кездесіп, кішкене внимание бөліп жіберу керек сияқты что-то. Достар, білесіздер, Самнов Египет деген 2 метрден шығып тұр. Кәдімгідей бұл енді Франциядан келген оригинал парфюм. Бағасы бар болғаны 25 мыңнан басталады. Енді ойлаймын мен оригинал парфюмға өте қолжетімді баға деп. Енді сіздерге басты жаңалығым, Сифула 23 күні, яғни 2 күннен кейін үлкен эфир жасайды. Сол эфирда осы оригинал духилардың бәрін сатылымға қояды. Сол жерден сатып алған жандарға Турцияға, Дубайға және Умраға путевка, одан бөлек 10 миллион ақша және 100 бриллиант бар, және де Черри автокөлігін бар. Осының бәрін 2 сағатта тарататын болады. Сол үшін достар, оны қалай аламыз дейтін болсаңыздар, қамерде ссылка тұр. Сол ссылкаға өтсеңіздер, сіздер сол чатқа қосатын боласыздар. Сізге сол жақта бәрін түсіндіреді. Және де енді менің оқырмандарыма осы бұйырсын дегім келіп тұр. Именно менің оқырмандарым соның бәрін ұтып алса екен. Қайдамыз, Арука екенбіз. Негізі Ақыркенің үйінде қонақтамыз, сенесіздер ма? Түнгі Ешкім болмаған, жан да болмаған десе. түнгі бірде қалай қонақ болып кеткенімізді білмей қалдық. Бұл кәдімгідей история негізі. Біз ініміз жұмысқа кеткен екен, таңға қарай келеді деп күте саламыз по десек. Именно сол уақытта мен келе жатамын. Еще өзіме пирог алайын деген ғой. Мынандай кішкентай кусочек. Прям интуициям айтқан сияқты болды. Үлкенін ал деген сияқты. Қонақ келеді екен сезіп тұрмын ғой. Сөйтіп Ақырке бізге айтады, келсеңдерші үйге как раз бір қыз жоқ еді деп. Енді таңға дейін Ақыркенің үйінде алайын деп тұрмыз. Не деген чудо. Құдай далада қалдырмайды деген рас екен. Өзіміздің үйге кіре алмай қалдық. Енді бұйырса таңға қарай бұйырып тұр екен. Рахмет. Негізі үлкен дана ЖК дегенше көп домдар. Но именно Ақыркемен магазинде, то лифтта, то подъезде көріс қала береміз. И айтамыз, қалай бұл нәрсе? Случайно қалады. Не бар, типа, бірдеңе бар ғой мынаның астарында деп екеуміз де таң қаламыз, чудо болатын, короче, солай. Оказывается, осылай екен. Оказывается, надо было бізге шай ішіп, мөлдіретіп. Маусым фразасы болайын деп тұрмыз, мөлдіретіп. Нұржаннан шыққан ғой. Ал енді, сондай бір сиқыр болып жатыр енді. Шүкір Аллаға. Танысқаныма өте қуаныштымын. Бізді күшті күтіп алып жатыр. Алла разы болсын. Құдай қонақ. Құдай қонақты қондырып отыр бізді. Рахмет. Сиқыр деген ол да Нұржанның сөзі ғой. Не есіңде? Да? Мен сиқыр деген қайдан оқыдым? Бір жерден оқыдым. Сиқыр ма деп ол айтады ғой. Соның фразасын. Күшті ма деген. Болды онда. Осының фразасын алып тұр. Голос береміз. Баршаңызға қайырлы таң. Қалайсыздар, қыздар, ханымдар, мені жақсы көріп қарайтын, уайымдайтын оқырмандарым. Алдында білесіздер, ауырып жүрмін, мазам болмай жүр деп айттым сіздерге. Ұйқыдан әрең ояндым, тісім жылдырғаннан кейін иммунитетім түсіп кетті. Сонымен енді организмге дер кезінде күш керек, қуат керек, витамин керек деп альшифа ұсынған қара зере майын қолданып бастадым. Уже бір аптадай уақыт болды. Соның енді нәтижесіне сіздермен міндетті түрде бөлісіп кетейін деппін. Қара зере майы негізі жай ғана май емес, бұл кәдімгідей жай өсімдік қана емес. Пайғамбарымыз Алла оған игілігімен сәлем болсын, пайғамбарымыздың өзі ұсынып кеткен, білесіздер хадистерде қара зере майы өлімнен басқа барлық дертке ем деп. Яғни бұл кәдімгідей шынымен де ұсынылған май, және әл-шифада дәл осының 100% табиғи майы салған түрінде ұсынылады, яғни ешқандай қоспасы жоқ. Және дәл осы әл-шифада не үшін алу керек? Себебі құрамында тимохинон атты күш беретін
беретін, иммунитетке күш беретін зат бар. Барлық зертханалық тексерістен өткен, 100% халал сертификаты бар. Сенімді түрде қорықпай іше берсеңіздер болады. Өзім сол себепті бір аптаның ішінде нәтиже көргендіктен мен сіздерге айтып ұсынып отырмын. Егер сізде иммунитеттің слабыйлығы, неше түрлі асқазан ішек жолдарыңызда проблемалар болса, бас айналу, жүрек айну, буын аурулары, сүйек ауруларыңыз болса, неше түрлі әлсіздіктер болса, именно қыздар ханымдарда болып жатады, гормональный дисбаланс, гормональный бұзылыстар, теріңізде проблемалар болып бастаса, мен сізге осы қара зере майын ұсынатын едім. Себебі өзім бір аптаның ішінде қолданғанда кәдімгідей нәтиже көрдім. Басым айналғаны, ұйқымнан нормально оянатын болдым, ұйқым тыныш, асқазаным да жақсы, асқорыту жүйесі де жақсара бастады, және жаңа иммунитетім көтеріліп, күш-қуат барын сезіне бастадым. Дәл қазір қыздар ханымдар, сіздерге керемет жаңалығым бар. Егер сіздер Заринадан деп тапсырыс беретін болсаңыздар, бір банкасын немесе бірнеше курсын тапсырыс беретін десеңіздер, 40%-ға дейін жеңілдік болып жатыр. Одан бөлек өте керемет жаңалық. Алла қаласа алдағы күндерде каспи жұма, яғни рассрочка 24 айға дейін бөліп төлеу бар. Сондықтан ешқандай уайымдамай, қорықпай тапсырыс берсеңіздер болады. Қазір төменге сіздерге сілтеме қалдырып кетемін. Бұл сілтеме бойынша сіздерге Арука өзімнің сіңілім жауап беретін болады. Себебі менің шаршап жүргенімді көріп, Арука маған осы әлшифаны әкеліп берді. Менің де оқырмандарым көрсін. Дәл қазіргі таңда әлсіреп шаршап жүрген қыздар ханымдар болса, тез алып үлгерсін. Тем более қазір рассрочка кезінде 24 айға бөліп төлеп, өте арзан тиімді бағаға алып үлгерсінші деп сіздерге ұсынып жатырмын. Сіздің менің қолдаушыларым алтын ғой. Осындай балаларға мына жерде примерно вкусняшки, осындай тәттілердің бәрі мияқта көмектер бар. Араластырып ішінде киімдері бар, басқасы бар, полный толтырып беріп жүріпті. Көп рахмет. Мынаны қараңыздар. Осындай алтынды беріпті. Мына жерде енді бұл Ван Клиф білесіздер, Тәуіржан бірінші браслетін берген болатын. Алдында қолдаушыларым соның сақинасын берген болатын. Енді цепочкасы бар. В общем, менде полный комплект болып тұр ғой. И цепочкасы бар. Сонымен қолдаушыларым бақылап, көріп, и полный набор тағып жүрсін деп примерно солай ниеттеріңіз болған ғой. Ниеттеріңіз көп рахмет. Қатты ризамын. Прям қатты қуандым бүгін эфирда келген кезде. Ойбай, енді чересчур мені бір еркелетіп таставатсыздар. Шыны керек, чересчур қатты еркелетіп таставатсыздар ертең. Ойла, кішкене біртүрлі екен, ұялып қалдым бүгін шынымен де алып жатқан кезінде. Қалай болады екен деп ше. Көп рахмет.